Армысыздар, құрметті әріптестер. Мен бүгін сіздерге Макаров тапаншасынан тиімді атудың әдістерін көрсететін болам. Жалпы Макаров тапаншасынан нысананы ату кезінде үлкен сандарға тигізу қиын болып жатады. Соған байланысты біз бүгін сіздермен атыс жүргізудің тиімді әдістерін қарастыратын боламыз. Онымен бізге 5 әдісті орындау үшін материалдар құралдар болып бізге Макаров тапаншасының оқу қаруы, жарық түсіргіш лазер, салмағы 1 келі болатын гантель немесе қолға ұстауға ыңғайлы кез келген зат, және де нысана. Тапаншадан жаттығуды орындаған кезде нысанаға оқтың дұрыс тимеуінің 80% қателігі атушының шүріппені дұрыс баспауынан болады. Біз осы қателікті қарай отырып саусақты жаттықтырамыз. Тапаншаның оқу қаруын алып шүріппені 150 реттен қайталап басып жаттықтырамыз. Келесі әдіс болып бізде салмағы 1 келі болатын гантель немесе қолға ұстауға ыңғайлы кез келген құрал арқылы қолды түзу көз деңгейінде 30 секунд ұстап тұру. Бұл жаттығудың негізгі мақсаты тапаншамен нысанаға көздеген жағдайда қолдың дірілдемеуіне көмектеседі. Атыс кезінде нысана мен көздеу құрылғысын дұрыс көру үшін көзді жақсы көру қабілеті керек болады. Бұл жаттығуды дамыту үшін көзді астыға, үстіге және оңға солға көру арқылы жаттықтырамыз. Атыс жүргізу кезінде басты назарды атушының қалпына аудару керек. Соған байланысты біз сіздермен ату қалпының дұрыс қабылдануын көрсететін боламыз. Ату кезіндегі бірінші қалып сол аяқты денемен бірдей қылып, оң аяқты бір шама артқа қойып, денені тік ұстау қажет. Қол атушының ыңғайына қарай, сол қолдың бас бармағы бекітпе бойымен түзуленеді. Екінші ату қалпы екі аяқты бір сызық бойында иық деңгейінде ұстай отырып, тізені сәл бүгу қажет. Осылайша ату қалпын дұрыс жаттығу мен үздік нәтиже көрсетуге көмегін тигізеді. Көбінесе шүріппені басқан кезде ұңғының бағыты нысанадан ауытқып жатады. Сол қателіктерді жою мақсатында біз келесідей жаттығуды орындаймыз. Тапанша ұңғысының үстіне тиінді қоя отырып шүріппені басу мен ұңғы бағытын нысанадан ауытқымауын жаттықтырамыз. Және де осы сәтте ұңғыға жарқырағыш лазерді жабыстырып, бір уақытта лазер нүктесін нысанаға бағыттаймыз. Жарқырағыш лазер арқылы көздеу нүктесін дұрыстығын бақылаймыз. Осылай бірнеше рет қайталап жаттығамыз.